Президентіміздің бүгінгі Қарақалпақстан жастарына ытыбары, әлбетте мен ойлайман, мен құсаған небір ата-анаға үлкен бақыт. Себебі менің қызым Базарбаева Динора 19 март 2025 жылы өзінің қанегелігі бойынша Яккасарай тұманы банкілер қызметі марказына, бизнес раважландырыш банкісіне жұмысқа қабыл етілді. Бұл мен үшін үлкен бақыт. Нүкіс қаласында тұрыпсыз да? Қызыңыз Ташкент қаласында, яғни пайтақтың орайында жұмыс істеп жатырды. Өзіңіз ойладыңыз ба? Бір күндері қызым сонда жерлерде жұмыс істейді деп. Қызым банкіге көруді арман етуін маған айтқан жоқ еді. Бірақ бұндай дәрежеде Ташкенттен бірден жұмыс табылып, ұсындай бір республиканың басшыларының ұсындай жастарға деген ітібарына мен өзімім хайран қалып, өзім қазір елі сондай қуанышымды елі бөлісіп жатырмын адамдарменен. Артыңызда ерік гүлі, аппақ гүл болып тұрыпты. Бүгін қалбіңізде қандай сезімлер оянып жатырды осы гүлдей? Енді бәһір ойлайман һәмме жаңалану байрамы, міне Наурыз байрамлары өтіп жатырды. Мына сондай қуанышлар үстіне қуанышлар болып жатырды. Қала берсе, ораза хайт байрамлары міне жақындап кетіріпті. Бұл табиаттың оянуы һәммеде бір үлкен бір қуаныш, бір сондай жақсы сезімлер, әсіресе менің қуанышларым үсті-үстіне болып жатырды. Себебі туылған күнім күні қызым Ташкентке кетті. Наурыздан алдын оның сондай приказы шықты. Бұлар демек ана үшін үлкен, перзенттің жетіскенлігі үлкен бақыт. Өздеріміз ана болғанменен анамыз есімізге түседі бұндай уақытта. Ана, бәрхамаған анасаң, неше жасты әлпешлеген данасаң, маңлайымнан, сыйпап менің жасымнан, ақылыма ақыл қосқан данасаң. Ана мені алақанда тербеттің, құшағыңнан ана сенің ер жеттім. Талай рет тұрғызып түнгі ұйқыңнан, ана сенің түн ішінде түргелттім. Бүгін сіз ана сипатында, бүгін жастар саясатына сенесіз бе өзіңіз? Толық сендім. Себебі біздердің Макан Бұқарамызды жастар тез-тезден хабар алып, менің мына балам 11-ші класты біткеріп, ол да Ташкент юридический университетке студенті болды. Ол таярлықта жүрген уақытларында сол таярлықтың пулларын өткеріп беруге жәрдем берді. Сондай қала берсе қызым студент уақытында бір жылдық контрактын оқытып өткеріп берді. Бұл президентіміздің үлкен мына жастарға деген көңіл бөлуі, жастарға деген қандай поддержка, қолдап қуатлау. Біздей міне аналар сол балаларын тек аналар ғана емес, біздің міне хүрметлі президентіміз балаларымызды ойлап, сондай жетіскенліктерге ерісуге жәрдем беріп жатыр.